Abu Bakr Miski деген адам болған екен да. Бұл кісі өте бір тақуалықпен танылған да, өте бір тақуалықпен танылған. Содан ана кісінің алдына барған адам қайран қалар екен да. Сондай бір тоймайтын бір иіс кірер екен да, иіс. Сонда бір күн айтыпты, сіз постоянно қандай айтыр шығасыз? Bir türlü. Mұрынды жарып жібереді. Бірақ ешкімде жоқ деп айтады дейді. Сонда жаңа кісі айтқан екен. Bir күні келіп жатсам, жолдан бір әдемі сұлу әйел маған жәрдем беріп жіберіңізші деп айтты дейді. Енді тақуа ғой енді бұл. Бопты депті, ананың үйіне кіреді ғой. Шеше тарс еш жауып қояды. Ал енді қолға түстің ба дейді. Енді мен зina қылмасам, қазір киім-пиім бәрін жыртамын да. Масқараң шығарам дейді ғой. Ана Абу Бәкір өзі тақуа болғанымен ақылды, пікірлі, өте күшті адам болған. Болды, неге зina қылмаймыз? Істейміз депті. Зinaдан қашпаймын мен. Әйелім қайран. Бірақ деп мен талаққа шығып алуым керек еді. Сен оның өтпейді. Мына жерге кіргенде, мына жерге келіп талаққа шығып ала бер депті. Шешесі есті ашты, ішке кіріп тұрып, тарсылдатып, жақсылап, әжетін шығарыпты, өзінің бетіне, бүтін денесін бәріне жағып шығыпты ғой. Ана әйелдің шығып, әйелдің көзі шығып кетеді. Ей, не істеп жатсың деп тұр. Бастайық та, құрып кетіп шығарып жіберді. Содан үйіне барып жақсылап тұрып, жуынып, жақсылап киімдерін ауыстырып, түнде ұйықтап жатса, Расул Акрам саллаллаху алейхи ва саллям түсіне кіреді ғой. Ey Abu Bakr, ешкім қылылмайтын істі қылдың. Сен өлгеніңде, өлгенше осы іспен өмір сүресің. Ертең қияметте осы іспен тірілесің деді, қараң. Міне тақуа да о. Адамдардың көрінше алхамдулилла, субхана, ол тақуа емес. Ол тақуаның бар ғой, өзі сипаттары болады ағайындар.